Küçük baba. Benim bakmam gerek. Kızım, қалайсың? Әлі басың ауырып жатыр ма? Температураң бар ау деймін. Енді не істеймін? Дәрігер шақырайын мен, иә? Дәрігер шақырайын, дәрігер сондай. Дәрігерге сондайын. Жөтел де бар, температура да басылмай қойды ғой сенде. Алло? Алло? Скорый ме екен? Иә. Біз Абай көшесі 18-ші үйге дәрігер керек болды, скорый жіберіңіздерші. Иә, қызым ауырып жатыр, 10 жаста. Келе қойыңыздар. Сыртқа шығып тұрам. Тез кеп қойды ғой жылдам. Келіңіз, келіңіз. Сәлеметсіз ба? Дәрігер тез кеп қойдыңыз ғой. Саламатсыз ба, не болды? Мына қызым ауырып жатыр, көріп бересіз ба? Жеріңіз ауырып жатыр. Жарайды, қазір көреміз барлығын. Жайда қай жеріңіз ауырады, бәрін айтыңыз маған толық. Отыр қызым жөн, басымыз. Әбіш қолы басы ауырып. Әбіш жатыр. Өзің бәрін іше ме? Иә, қазанда кешке бәрін ішіп шықсын. Енді бұған басы қою үшін енді укол салуым керек, дұрыс емес қой, иә? Мына қызым ше, температурасы көтеріліп жұмысқа да барамай отырғанымды қарашы. Жұмысыма да кетемей жатырмын, тастап кетемей жатырмын. Сіз бара беріңіз, мен өзім сала беремін. Қарай бересіз ба? Иә. Білмеймін, қазір мен кухняға барып, кішкене қызыма шай пай дайындап берейінші мақұл, содан кейін көремін. Жоқ, салдырмайын, жоқ, керек емес болды. Жоқ, вампир. Қызым сандырақтап жатыр, ойлаймын. Вампир. Укол салды. Вампир ма? Қой. Ой, дәрігер ғой. Сандырақтап жатыр, мен қызым ше, сандырақтап қалды. Температура бір точкаға қарап қалды, дәрігер біртүрлі көзі де біртүрлі бір точкаға қадалып қалды. Кәні мен аузымдағысын ойбай, бісміллә. Неге болса қарным ар. Çabındır, bismillah. Korktum Ayşe. İsteyiniz. Bilmiyorum, aslında nerede vardır? Açmandır. Bismillah. Açmandır. Tıkılamız, kayga tıkılamız. Ben ayağım. Şikayetini артына tıkılasın da. Tıkıl. Яқсам не бар екен? Tıkıl, kayga tıkыла бер. Есік қатты жауып тұрайын мен, иә? Ұстап тұрайын қатты. Біраз уақыт өтті ғой, қарнымыз ашып кетті. Не істейміз? Кухняға кіріп шай ішіп аламыз ба? Ағамда қалды, бағана бір ұйықтап тұрып ағамыз. Енді кетіп қалған шығар. Жарқылан бері кетіп қалған шығар. Қорқып жатсың ба? Есікті ашып көрейікші, жай көреміз. Ешкім жоқ екен кухня. Іздейік, перденің астын ар жақ бер жақты қараңдар, ешкім жоқ па? Қаш. Ай, енді қайтеміз. Ай, көркемді істеп алдым ау, ойла. Ай, көркемді құтқарамай қалдық, не істейміз? Ай, көркем вампир айналып кете ма? Ай, көркем, қызым. Жоным. Ойбай. Ай! Қаш. Тұр. Қызым, есін жоғалтып отыр. Ай! Қан керек маған. Бұның бәрі қан емес. Мен шаршадым уже. Қан керек маған. Қан керек.
Kim болады? Свет, қаштым. Свет. Жарық жағыңдар, бәрі жерде жарықты жақсыдан қорқады екен. Свет жанып жақсы болып еді ғой, қайтадан өшіп қалды ғой свет. Енді анау қайтадан тұрады ғой, енді не істейміз? Халатты бәрін лақтырып жіберді. Маскасы, нелерін басы келіншек бәрі лақтырып жіберді ғой. Ұстама болмайынша. Ұстама, таста, ай көркем таста. Ұстама. Анау ше, жарықтан қорқады екен де түнде қараңғы болса тұрып кетеді. Кетіп қалған ба? Кетті ма әйтеуір, құтылдық па әйтеуір. Мә, киімдерін бәрін шешіп лақтырып жіберді. Терезенің артында жоқ па, іш жерде жоқ па, мына жерде? Жоқ. Жастықтың артында. Мына дәрілер жатыр. Мына нері киімдерін лақтырып жіберді. Менен қашып құтылмайсыңдар. Мен осы яқтағы біреулеріңді вампир қыламын. Есікті жаппаңдар. Тықыл, әлі кетпей тұр. Бетеді, есікті ашсам болмайды ғой, мен есік тартып тұрмын ғой, қолмен тартып тұрмын ғой. Сендер сығылып тұрыңдар, сендерге кетіп қалмасын. Көмектес, көмектес. Жоқ па? Азыраны келе жатқанымызды ше көмекке азыр брауна содан кейін я содан түскен мәже қаламыз ше кішкене Bismillah. Ne oldu kızım? Ne oldu? Bismillah жата ғой. Түс қой. Температурасы көтеріліп, ыстығы көтеріліп, содан не қылып жатыр ғой? Сандырақтап жатыр ма? Вампир деп бірдеңелерді айтады. Сандырақтап көргенсің ғой қорқынышты. Түсін ғой ол түсін қызым. Bismillah қорықпа. Қазір ыстық шай әкеліп берейінші маған. Ыстық шай әкелейін. Қорқып жатыр ғой. Сандырақтап температурасы қатты көтеріліп жатыр. Ай көркім, сен де әпшенің қасына жақындай берме. Мана мау жоқ кетпесін. Жүделіп жатыр, қатты жүделіп жатыр. Ой, пысық келін болып жатыр екенсің ғой, пысық иә. Соға ана енеді. Шаңсып жылтыратып қойдың, сол жылтыратып жатырмын. Наге үйдің келінін неге шаңсып деп береді? Өзіңіз жылтыратып қойдыңыз ғой үйді. Бұл үй жылтыраттым дегенде, алтын қылып жылтырат деген жоқпын ғой мен саған. Тамақ бере ма өзі бұл үйде, бермей ма? Қарным аш кетті ғой, қарным шырылдап жатыр ғой. Шырылдап жатыр. Өлә, енешка ойбай. Мам, бағана ғана ғой шай ішкеніміз. Азанда адам шай ішемекен, таза онда. Өй, обед қой, тал түс қой, тал түс. Бопты қандай тамақ істейін, палау бар, плов бар, соны Құмаш, мен тістерін жоқ қой, сенді жарасыптың палау істедім деп. Бірден есті палаудан басқа. Сіздің осыны айтатыныңызды біліп, мен кеспе сорпа істеп қойдым. Бәрі етім жұмсақ, әдемілеп істеп қойдым. Мен кесіп, қамырын қағып, әдемілеп. Болды, әшпейім. Қазір сағат 10 ғой, жындысың я, сен бағана ғана шай ішіп кеп едік. Не дейді едің? Бағана ғана шай ішем деп, енді шай ішпеймін деп. Біресе обед ішем деп, біресе ішпеймін деп. Адамды жынды қылып, өзі алжығана осы. Бір түрлі болып қалған ба? Соғой. Енді негізі ше мен не бір ой бар, не дейтін еді? Бейді ең басында өйстіп жүре береді ғой. Өйстіп жүре береді. Біз жұрттың қыз келіндерін көрсең пысықтанып жүреді, азаннан кешкейін кухнядан шықпай.
Біздің келінді көрсең, азаннан кешке дейін жатудан шаршамайды. Сотқа қарайды азаннан кешке дейін. Өлә, мен қазір не істеп жатырмын осы үйдің тазалаудан шықпаймын ғой мен. Не істеп осы іштейге шықпаймын. Ал шығамын ба? Не айтып жатсың, мен жамандап жатсың ба? Жоқ ей. Санап жүр. Жақпай жатсың ба енеңе? Со ғой. Өзі. Кухнядан осы үй жинаудан шықпаймыз. Сонда да пысық емес деп айтып жатыр, иә? Иә. Жақпай жатсың ба? Біресе тамақ ішемін, біресе тамақ ішемін. Мен саған маған бір идея келді. Не қылдың? Давай сен қазір мына жерде мен саған сиқырлы сөз жазып берем. Соны оқы да енең ана жерде жатыр, соның қасына барып жата ғой. Оянған кезде орындарың ауысып кетеді. Қызық болады. Мынаны мен саған Мынаны мен саған жаздым. Енді сен осыны оқып. Қандай? Шакума, Қатты. Қандай? Шакума, макума, тиката, пиката, шамата, памата деген. Иә. Осы сөздерді айтып, қасына енең қасында бірге ұйықтады. Сонда оянған кезде орындарың ауысып кетеді. Енең қасына барып жата ғой. Жақсы болды ғой онда. Телевизорды қосып құтам қарашы. Қазір оқиын. Сенің жолыңды шығар. Шакума, макума, тиката, пиката, шамата, памата. Фондап кеткен. Екеуі де ұйықтап жатыр. Ұйықтап қалды. Енесі де келіні де екеуі де ұйықтап қалды енді. Не болар екен? Күтеміз. Сиқырлы сөз әсер ете ме екен, не қылады екен? Ұйықтап қалды. Енесі мен келіні. Ой, іске асты. Ана қыздың жонын шығарам. Іске асты ғой, иә? Ене болып кетіпсің ғой. Іске асты. Енді не істейсің? Ей, сен келінсің, мен енемін, иә? Сен келінсің, мен енемін, иә? Да. Қай бетімді шымшыр. Ай, ана бетіңді шымши берші. Қай бетімді шымшыр. Ей, не ап тұрсың бұл жерде? Бар тамақ істе. Қарным ашты менің. Қандай мұның? Орыс десе. Мұны тамаққа арналған заттар. Мынау картоп. Мынау картоп. Мынау морковь. Мынау жұмыртқа. Мынау қызылша. Мынау сарымсақ. Чеснок. Өлі қосмай, мен бұны тегі жемейтін шығармын. Не заттар мынау? Тамаққа арналған заттар. Сен не істейсің қазір сонда? Маникюрге барам. Маникюрге жазып қоғам. Сөзбен сөз таласпа менімен. Сөзбен сөз таласпайды. Не деген қазіргі жастар? Не деген адамсың сене? Мен кеттім. Мына қыздая, мына аная. Білем. Не істеді? Мына заттарды әкеп тұрды, тамақ істе өзіңді. Ой, келін жаның ба? Иә. Енді не істейсің енді? Ой. Негізі ше осы жастарға андай ұрса беріп, соны әбіршітіп сөйтсең ше, олар да соған сонда әтет береді ғой. Негізі жылы сөйлесең жылан іннен шығады деп жастарды жақсылап тәрбиелеп кішкене тактикаңды өзгертіп
дұрыстап сөйлеп көрші өзі, қандай болар екен, жақсы сөзбен сөйлеп. Не болар екен сөйлесіп. Көреміз қазір жүр. Ей, келінжан, қазір кетесің ба маникюрге сол? Иә, кетемін. Бопты, қазір тамақ істеп қоям, әдемілеп істеп қоям сол. Бар маникюр. Бар ма, ақша берейін ба? Жоқ керек. Өзім бәрін істеймін. Қоя беріңіз, бүгінше бармай-ақ қоям, тамақтың бәрін өзім істеймін. Демала беріңіз, жақсы жатып. Ой, қандай жақсы келін. Базарда адам көпше, басым алып кетті, ғұжы адам. Не деген адам екен? Ой, сол басым ауырды ғой, сол маған дәрі әкеп берсе дәрі. Мына шай қайнаған ба, қайнамаған ба, түрі свет ұнамай тұрды маған. Қайнаған. Қандай шайдан демдедің, аты қандай? Антай, новый дәрі алдым сізге. Алып келейін ба осындай дәрі? Жоқ, онда керек емес маған. Өзім таблеткамды баяғы анальгинімді әкелді. Ондай дәрі керек емес маған. Жаңадан шыққан деп қой, жаңадан шыққан керегі жоқ. Міне. Өзім Союздан келе жатқан өзім, анальгинім аспирин демедір ол. Осылар ғой, осылар. Менің шетінен осы дәрілер осы. Осылар да екен. Мама, қалай отырсыздар, жақсы О, отырсыздар. келдім қалдық ба? Тамақты дайын отыр, төлет. Қалайсыз, мам, жақсы отырсыздар. Ой, басым ауырып, базарға барып ем, шаршап, өлейін отырмын сол. Бас алып кетті ғой, бас. Бүгінге қуырдақ. Сізге таттап келдім сол. Мыналардың бәрі сізге, сіз үшін. Осы шай, Қазақстан, осы шайдан демдеші келін жаным, жаңа шайын шеттік маған, ұнағанда жоқ. Мен сізге чукупай әккен шаймен бірге ішчен деді. Ондай, жақсы. Мыналардың бәрі де сізге әп келген ғой. Рахмет. Енді тамағы да дайын болып қалған екен. Мен жаным, қара берсін шықпейін. Тамақ жейіп кел. Келеға саматжан тамақ жейіп кел. Мен әлі ауызда жүрген жоқпын, қазір көрем ғой. Қандай болатын. Апа, сенің алатын. Иә. Енді ғой дейтін осы, мен айтамын, мен бірінші айтамын. Тәптендім. Түк дәмі жоқ қой, мына тамақтың ше. Дәмді ғой? Жоқ. Астың күйдірген ба, күйттің дәмі шыға ма, бір бәле ғой. Осы шешең бар ғой, саған не үйреткен? Шайды дұрыстап демдей алмайсың, тамақты дұрыстап жасай алмайсың. Не үйреткен шешең, не үйреткен саған? Ұнамайды ше. Істеген тамақты. Дәмді ма саған? Иә, дәмді ғой. Дәмді болып тұр ма? Түк дәмі жоқ. Ұнамайды, дәмді тамақтар. Істеген бәрі ұнамайды. Сиыр сауса бар ғой, ана не алады ғой. Бұзауына. Шайнатып тұра береді ғой, сотқыш қылап, ана бұзауы шайнап тастайды. Ол ертесіне жара болады. Жара болғаннан кейін ол сиыр ертесіне сауғызбайды, кебеді. Сосын кеп тұрады шелемізді. Ана сиыр сауғызбайды. Сиыр құтырыпты деп. Құтырған дәл емес те жоқ. Сүт тасыды. Әне, айттым ғой бұл. Тірлігі осы ғой әне. Сүтті тастып, отыр сиыр туралы әңгіме болып, сол кезде бірақ тұрды ғой. Тастып, отыра берсі ол. Бір şey. Алым, кішкене пысық қыз қарамадың ба? Түк, анамайды маған жоқ. Пысық емес қой, мына келінші бар ғой. Бір пысық емес қой. Өткенде сен әперген не ғой, жаным, самат жаным әперген. Осы, абайкасын киіп алып, киімек оны сақтай бергенде не істеймін, сандыққа сала бергенде. Осындай киім. Жаққа отырайық да. Киіп алым. Әттеміз өзді жеп жатыр екен.
Тәттіміз деп ұрып отыр ғой. Бәрін жеп. Ей бағана шоколад мамам алдына қойып жіберсең, өзің алдына қойып алыпсың. Бұл сондай ғой. Өзі ана тығылып, жемекші ғой. Өзі Испанияға барып, тығылып түнде. Сотқа көріп, рахаттанып жеп отырмақ. Еті жұмсақ болыпты бірақ. Tamam. Aycan sen тамақ жемейсің бе? Не қылады? Жеп. Баяғыда өзіміз ошақтың басында жүргенде елдің бәріне тамақ беріп болып қалғанын сондай жейтін тұғымыз. Тамақтың бәрі осыда аш қалады дейсің бе? Өзің жеп ал, өзің жеп аламын. Жұмысқа кетесің ғой, әбіркен кейін өзің же. Қоя беру аш емес ол үйде ғой. Үйде жүр ғой. Барлық тамақ осының қолында ғой. Беріп қойдық қой бәрі қазан ошағына қосып бәрі. Тамақтың бәрі. Не істеп жеймін десе де. Ол жеп алған шығар өзі. Бағана жеп алған болу керек. Өмір-ай десеші. Осы мен саған айттым, осы Түркінің қыздарынан алшы дедім, Түркінің қыздарынан амадың. Барып, Қостанай ма, Астана ма, бір жақтан Ақбелдің қызды. Қызы ол. Қазының түрі осы ғой. Айталады мәдеген. Түркінің қыздарын ал дедім, мен айттым, Сәрсенбайдың қызын ал дедім, Мейсенбайдың қызын ал дедім. Алмадың мына, деп мынандай қыздары бар еді, жібектей қой, пысық. Отқа да суға да түсіп кете беретін. Отырады осы сиыр теуіп жіберді, үйтті деп. Ақсаусақ. Істеймай отырады сол. Өткенде мынау неге құранға барғанда мына етегіне май тиіп кетіп еді. Сол май әлі тұр ғой, сен немен жудың? Стеклянмен жудың ба? Жоқ, қолмен порошок беріп. Қолмен жумайсың ба? Дұрыстап. Кетіретін қыз. Ей, осы кірде жуамайтшы осы. Мама, мен онда жұмысқа кетейін. Бара ғой жаным, айным, жолың болсын. Не болды, Айжан? Мамашқа ғой ештеңкені жақтырмайды. Не істесем де жақтырмайды. Енді үлкен кісі ғой. Не болды, Айжан? Мамашқа ғой ештеңкені жақтырмайды. Не істесем де жақтырмайды. Енді үлкен кісі ғой. Алдап судай берсе. Менде бір идея бар. Қандай? Актриса сыныптасың бар, соны шақырам. Шақырам, сен Түркіне бір аптаға ет. Жарайды. Түркін десең болды ғой. Апам мен жаңа қыз екеуін тастап. Ол қызға осындай киноға, осындай рөл керек болып жүр екен. Звондап едім, қуанып кетті. Жарайды. Ал мен комендантқа кетем. Ал Жалғасым жолымыз бар болсын. Видеомыз аяқталды. Бізге лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ей, иттің баласы, наерді жина! Айгүлкім сабақтан келді біздің Айгүлкім. Сабақтан келгеннен кейін бөдененің жұмыртқасын ішті. Бөдененің жұмыртқасын әпшесі ашып берейін деп жатыр. Қызым, сен аға көңіл қойың? Жоқ болып отыр. Біз қашан бай боламыз, қашан киімдер аламыз. Бүгін ертең мұғалімдерге 10.000 теңге беріңіз. Мұғалімдер күніне шоколад алуым керек. Жарайды, кішкене шыдай тұршы қызым, сабыр етіп шыдай тұрмасаң. Қазір біздің жағдайымызды көріп отырсың ғой. Өзіміз сүт алатын ақша таппай отырмыз. Әкең кетті шетелге ақша табуға. Кішкене сабыр ете тұрыңдаршы, мен содан кейін әперем. Киімдер, пока осы киімдермен жүре бер. Осындай киімдермен. Одан кейін әкең көп ақша тапқаннан кейін біз де бай боламыз. Енді не істесем болады, мына қыздарым да қиналып кетті. Енді мен де шетелге кетіп
шетелге барып жұмыс істеп келмесем осы жұрттың бәрі шетелге барып жұмыс істеп келіп жатыр ғой. Ақшаны жақсы тауып келіп жатыр. Мынау ақша жетіспей жатыр, мына бала шағаға киімі өзі, тамағы, әдемі киімдер кигісі келеді. Туысқандардың ескілі киімдерін кигізіп жүрген ғой. Соның бәрі енді кигім келмей жатыр дейді қызым. Не істеймін енді? Қызымды тастап кетсем тағы қимайын қызымды. Тастамай десем тағы болмайды, тірлік істеуім керек. Ақша деген жетіспей қойды ғой. Мен де кетем ау. Мен інімнің келіншегіне кімге тастаймын қызымды? Інім келіншегіне тастаймын, басқа кімге тастаймын? Звондайыншы қазір. Үндемеген қарай тұр мен қызыма деп айтайын. Неге қайнапам звондап қапты ғой, звондамайтын еді, нағым звондап қапты, қой алайын. Алло? Алло, сәлем бердік. Көп жаса, рахмет. Не болды? Саған келін қалайсыңдар? Үштерің аман ба, балдар қалай, інім қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде жақсы болғанда біздің ана кездегі жағдайын білесің ғой, біздің үйде сонша болмай тұр, ақша керек болып жатыр. Соған мен де жезденің қасына шетелге кетсем ба деп отырмын. Қызымды сен үйге тастап кетсем болады ма соны? Болады, әкеле беріңіз. Соны қызымды тастап кетсем, ай сайын әйтеуір айлағасақ соны өзінің тамағы жаңағыда керек жарағына, киімдеріне әйтеуір ақша жіберіп тұрамын ғой, сендерге де қиындық тудырмайын деп ойлап тұрмын да. Болды ғой, болды. Әкеп тастай беріңіз, болды. Қашан келесіз сосын? Осы бүгін емес енді ертең апарып тастайын, жарай ма? Болды, жарайды. Нервтан кетіп жатырмыз ше. Осыларда бір-ақ баласын асырамайды. Менде бақандай 4 бала бар, 4. Бір баласын асырай алмай жүр. Мама, не болды қызым? Бір баласын асырамай отыр. Есік тұршы қызым. Ашпай жатыр, Ашпай жатыр. Міне айтып жатыр. Келін, мен ғой, мен. Әпшеңмін ғой. Біз. Кіріңіздер, жаурап қалмаңыздар. Ертеңге келем деп едіңіздер ғой. Соны бүгін әкеп тастай салайын дедім, ертең кеш болып кетеді, уақыт үлгере алмай қаламыз. Мына қызыммен екеуміз келдік, мына сумкалары. Енді заттарын біраз үйде ғой. Үйден керек кезде кілт тастай. Сендерге жарай ма? Керек заттарын алып, соны үйден алып тұрарсың енді, керек болса. Мама. Ой, күшінен, мен кішкентай сіңілім, мама деп мамасын жақсы көреді екен ғой. Жаным, қызым, мен сен тастап кетіп бара жатырмын, амал жоқ. Қазір кетесіз ба, болсаңыз тағы да. Жүрегім ауырады, амал жоқ. Неға шай ішесіздер ма, түрдетіңіздер? Жоқ, ішпейміз, менің уақытым жоқ ішуге. Дайындалуым керек жолға. Жақсы онда. Қайттым қызым, бай-бай. Пока-пока. Әдейі мамама жыламайсың ба? Барайыншы мен сізбен деп сәл де болсын жыламайсың ба? Болдың папаның жанында жүре бермейсің ба? Жүр аняқа шай іш. Сумканы қойып кел бар. Әдейі келсе не істеп кеттің сумкаңды? 10 сағат қоясың ба? Шай ішші. Ертең мамасына бар, маған шай бермеді деп тұрады айтпесе. Болсай 10 сағатқа құрып кеттің ғой. Әлде біздің үйді ақтарып жүрсің ба? Жоқ, келетірмін. Бірінші рет шай құйып берген болсын, осыдан кейін өзің құйып аласың. Рахмет. Ойбай, үйімде тамақ бермеген ба? Масқара, кәмпит көрмеген. Үйімде тамақ бермеген ба өзі? Масқара. Жай жей бер, сені ешкім тартып алайын деп жатқан жоқ. Мынаған ертең қалай берем? Үйдің бәрін жеп кетейін деп отыр ғой мынау. Ақша салам дейді, қай уақытта салады? 1 айдан кейін дейді. Болдым мен. Масқара. Мен сабағыма дайындала берейін, ертең маған тиіседі. Жоқ, өз ішкен жеріңді жинап кет, жылан жалағандай қыл. Не артыңды жинауды үйретпеген ба шешең? Тиіседі, негізі бүгін. Сонда да жинай саласың. Сосын жуып қой, мына аяқтың бәрін жина. Шешесің. Мен тек өзімнің жерім ғана жинайын. Жоқ, мына аяқтың бәрін жина,
Мен де онда өз қыздарым ғана артын жинаймын. Бұны қараш. Мен состап мен қызыма қарап қой жылатып па, сода жүр сосын. Қарам, олай. Жүр қызым жүрміз. Кішкене ұқтап алайық екеніміз. Болды мама айтсың. Булышка деймін. Аделя, булышка алып кеш. Міне. Біреу ғана алып келмейсің ба? Кәмпит деймін. Аделя, кәмпит алып келе салшы. Иттің баласы, наерді жина. Неге төгіп аласың? Көзіне қарамайсың ба, әлде көзің соқыр ма? Жина тез наерді. Әлде үйретпеген ба, жүгірмей жүр дегенді үйдің ішінде. Қашан сабақ оқимын сонда? Сен тез ашсың. Айбай, қолым ай. Жеше, қолым кесіп алдым. Сауап жөнде башымайсың ба? Аняға бар, нердің бәрін тасып көл қыласың. Ал отырсың қараш, маған еркелігіңді көрсетпе бұлай. Енді үштіп үй тазалап тамақ салып жүресің. Тамақты істеп жүресің. Қалайсыз? Ай, ештеңе істеткен жоқпын. Тек сабағына көмектесіп жатырмын. Қызыммен ойнап жүр, күшті ойнап жүр. Сол. Болды, сау болыңыздар. Бұл да қайта ызбандай берді ғой. Мама, сіздер келіңіздерші, маған ештеңе керек емес. Қымбат киім, қымбат тамақ керек емес, сіздер келіңіздерші. Ештеңе керек емес, сіздер ғана келіңіздерші, кие бере маған сол жақсы баяғы. Сіздер жанымда болсаңыздар болды. Сағындым сізді, мама. Базарда адам көп ше, басым ауырып кетті, ғұжы адам. Не деген адам екен? Сол басым ауырды ғой, сол маған дәрі әкеп берсе дәрі. Шай қайнаған ба, қайнамаған ба, түрі свет ұнамай тұрған маған. Қандай шайдан демдедің, аты қандай? Нофи дәрі алып сізге, алып келейін ба осындай дәрі? Жоқ, онда керек емес маған. Өзім таблеткімді баяғы анальгинімді әкелді. Ондай дәрі керек емес маған. Жаңадан шыққан жоқ қой, жаңадан шыққан керек жоқ. Міне. Өзім сайыздан келе жатқан өзім, аналгенім аспирин демедір ол. Осылар ғой, осылар. Менің шетінен осы дәрілер осы. Осылар екен. Мама, қалай отырсыздар, жақсы О, отырсыздар. келін қалдық ба? Тамақты дайын отыр, төлет. Қалайсыз, мам, жақсы отырсыздар. Ой, басым ауырып, базарға барып ем, шаршап, өлейін отырмын сол. Бас алып кетті ғой, бас. Бүгінге қуырдақ. Сізге таттап келдім сол. Мыналардың бәрі сізге, сіз үшін. Осы шай, Қазақстан, осы шайдан демдеші келін жаным, жаңағы шайын жеттік маған, ұнағанда жоқ. Оны сізге чукупай әкелдім, шаймен бірге ішсін деп. Ондай, жақсы. Мыналардың бәрін сізге алып келгенмін ғой. Рахмет. Енді тамағы да дайын болып қалған екен. Енді жаным, қарамешін шықпеймін. Тамақ жейіп кел. Келеға шаматжан тамақ жейіп кел. Мен әлде ауызда тікен жоқпын, қазір көремін ғой. Қандай болатын. Апа шайдан алып Ne koyduysun olsun yemekten ben бірінші aydım. Kaptanım da. Çok temiz yok kumunu tamakın şey. Dәмді ғой? Жоқ. Астын күйдірген ба,
күйіктің дәмі шыға ма? Бір бәле ғой. Осы шешең бар ғой саған не үйреткен? Шайды дұрыстап демдей алмайсың, тамақты дұрыстап жасай алмайсың. Не үйреткен шешең, не үйреткен саған? Ұнамайды. Істеген тамақты. Дәмді ме саған? Iya, lalu Дәмді болып тұр ма? Дәмі жоқ. Ұнамайды. Дәмді тамақты. Істеген бәрі ұнамайды. Сиыр сауса бар ғой, ана не қылады ғой. Бұзауына шайна деп тұра береді ғой, сотқа шылап, ана бұзауы шайнап тастайды. Ол ертесіне жара болады. Жара болғаннан кейін ол сиыр ертесіне салғызбай кебеді, сосын кеп тұрады шайнаймызда. Ана сиыр салғызбай жатыр. Сиыр құтырыпты деп. Құтырған дәл емес те жоқ. süt tasıdı. Әне айттым ғой, тірлігі осы ғой әне. Сүтті тасып, отыр сиыр туралы әңгіме болып сол кезде бірақ тұрды ғой. Тастып, састып отыра берсі ол. Бір şey. Алым, кішкене пысық қыз қарамадың ба? Анамайды маған же. Пысық емес қой, мына келінші бар ғой. Бәрі пысық емес қой. Өткенде сен әперген не ғой, жаным, самат жаным әперген. Осы абайкасын киіп алып, кимеге оны сақтай бергенде не істеймін, сандыққа сала бергенде. Осындай киіп, жаққа отырайық та. Киіп алғын. Әттемесе өзді жеп атыр екен де. Сүйді жеп. Тәттіміз деп ұрып отыр ғой. Бәрін жеп. Bana şikayetler mamamın ağzına koyuyorsun, gözün ağzına koyuyorsun. Бұл сондай ғой, өзі ана тығылып, жемекші ғой, өзі спальныйына барып тығылып түнде. Сол көріп, рахаттанып келіп тұрмақ. Еті жұмсақ болды бірақ. Қана. Ayşen size malzemesini ver. Не қылады? Жеп. Баяғыда өзіміздің ошақтың басында жүргенде елдің бәрін тамақ бек болып қалғанын сондай жейтін тұғымыз. Тамақтың бәрі осыда ашқалап дейсің бе, өзің жеп аламын. Жұмысқа кетесің ғой, әрі кетпейін, нетін жеп. Қоя беру аш емес, ол үйде ғой. Үйде жеп ол. Барлық тамақ осының қолында ғой. Беріп қойып қой, қазір ошағына қосып қоямын. Тамақтың бәрі. Не істеп жеймін десе де. Ол жеп алған шығар өзі. Бағана жеп алған болу керек. Өмір-ай десейші. Осы мен саған айттым, осы Түркінің қыздарынан алшы дедім, Түркінің қыздарынан амадың. Барып, Қостанай ма, Астана ма, бір жақтан Ақтөбе қызды. Біздің барып, қызы ол, қазының түрі осы ғой. Айталатын әдейді. Түркінің қыздарын ал дедім, мен айттым, сәрсен байдың қызын ал дедім, мен сен байдың қызын ал дедім. Алмадың мына, демнандай қыздары бар еді, жібектей қоя, пысық. Отқа да суға да түсіп кете беретін. Отырады осы сиыр теуіп жіберді, үйтті деп. Ақсаушақ. Істей алмай отырады сол. Өткенде мынау енді құранға барғанда мына етегіне май тиіп кетіп еді. Сол май әлі тұр ғой, сен немен жудың? Стеклянмен жудың ба? Жоқ, қолмен порошок беріп. Қолмен жумайсың ба? Дұрыстап. Кетіре тұрады. Осы кірде жуамайтшы осы. Mama, ben onda жұмысқа кетейін. Бара ғой жаным, айным, жолың болсын. Ne oldu Ayşen? Мамашқа ғой ештеңкені жақтырмайды. Не істесем де жақтырмайды. Ту енді үлкен кісі ғой. Ne oldu Ayşen? Мамашқа ғой ештеңкені жақтырмайды. Не істесем де жақтырмайды. Ту енді үлкен кісі ғой. Алдап судай берсе. Менде бір идея бар. Қандай? Актрисасын бар, соны шақырам. Шақырам, сен Түркіне бір апта ет.
Жарайды. Түркүн десең болды ғой. Апам мен жаңа қыз екеуін тастап. Ол қызға осындай киноға осындай роль керек болып жүр екен. Сол звондап едім, қуанып кетті. Жарайды. Ал мен комендантқа кетем. Ал Жалғасы жолымыз бар болсын. Видеомыз аяқталды. Бізге лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар. Енді осы тапсырманың аяқталуына 5 секунд қалды. Ауылдан келген келін топ-томалақ әп-әдемі қылып жайып жатқан сияқты. Енді оны ұстап әлі бағасын беретін боламыз. Болды, тоқтатыңыз. Тоқтатамыз, бәріміз тоқтатамыз. Айна қалалық келін тоқтатыңыз. Ал енді осы жерде қамырды түрін, екеуінде түрін түсірбеш қандай. Мынау қалалық келіннің жайған қамыры. Жаймасы мына. Ал мынау ауылдан келген. Қазір енді ұстап көретін болам мен. Ұстап көрейік. Мінекей әп-әдемі, жұмсақ әп-әдемі болып шығыпты. Бір келкі әдемі ғана болып шығыпты. Ауылдан келген келін, яғни бұл күнде бешбармаққа қамыр жайып жүрген келін ғой. Келесісін көрейікші, қаладан келген әдемі келіннің қамырын. Ой, мына қаладан келген келіннің қамырын қараңыздар. Не деген қалыннан пирог пісірейін деп жатқан сияқты ғой. Пирогтікі ма, ненікі ма, енді ренжімеңіз, бірақ мынау шамалы болғанда әжептеуір қалың екен. Қалыңдығы көрініп тұр, міне. Сіздерге де көрініп тұр ма? Қалың болып көрініп тұр. Енді бұны біраз әлі жаюға тура келеді. Ал енді осы жерде бағасын бере кетейік. 10 балдық жүйемен ауылдан келген келін 10 бал. Өте керемет, әдемі жайған. Тамаша. Ал енді қаладан келген келініміз Әделя келіндікі. Сіз ренжімеңіз, бірақ сізге 5 бал. Яғни бұны әлі жарты жұмысы бар деген сөз. Бітпеген. Келесі өздерінің қолынан шыққан дәмдерін ұсынады келіндеріміз. Енді ауылдан келген келін не әкеліпті? Мен өз қолымнан жасалған тандыр, ас атасы нан деген сияқты тандыр нан пісірдім. Ой, молодец, жарайсыз. Өзімнің қолымнан кішкен печеньелер. Печеньелер пісірдіңіз ба? Я. Өз қолымнан пісірген наным мен печеньем. Ой, жарайсыз. Молодец. Енді қаланың қызы. Мен диета ұстағанды жақсы көремін, сондықтан мен кішігірім ащы салат пен алма әкелдім. Өз қолымнан істегем. Жарайсыз. Өз қолыңыздан істесеңіз, онда еңбегіңіз бар екен. Енді сіздерді бағалап кететін болсам, ауылдан келген келіннің Айданың мысалы наны дейді, не деген керемет наны әдемі. Тандыр нан жапқан тағы да. Керемет осылай. Енеңізге жауап бересіз ба? Күнде ыстық шаймен бересіз ба? Я беремін ыстық шаймен. Енесіне беріп отырады екен. Осындай әдемі печеньелер, жұмсақ печеньелер. Ал сіздің өнімдеріңіз, әкелген өнімдеріңіз салат дейді. Бұл салат әрине бұған да көптеген уақыт кетеді. Бұны қайнатады, жаңағыдай турайды деген сияқты, иә? Сіз өз қолыңызбен сатып алдым ғой көп ақшаға. Ой, мен өзі істеді, өзі қолынан турап, бұны әдемілеп еңбек қылып жасады деп айтайын деп отырсам, бұл кісі қаланың қызы келін Әделя сатып ала салдым деп отыр ғой. Яғни ол дайын өнімді ала салған екенсіз, иә? Алманы қаяқтан алдыңыз, алманы? Әжемнің бақшасынан алдым. Әжесінің бақшасында өскен алма екен. Оған хотя бы су құйып бір көмек бердіңіз ба жаздай? Иә. Дәріледік осыны. Дәріледік па? Құрт түспеген содан екен ғой, әдейі болыпты ғой. Құрт түспек әніш.
Бізде де алма бар, бірақ құрттап кетеді да сол. Күздік алмалар әсіресе құрттап кетеді. Әдемі екен. Енді бұл жерде ауылдан келген келінге осынша еңбегі бар, тандырға от жағып пісіріп, печеньені пісірген 10 балл. Ал енді қаладан келген келін Аделияға барлық дайын өнімді, яғни бұны дүкенден сатып ала салдым деп тұр. Сондықтан сізге 8 балл. Келесі тур сылдырлатпашы. Бізде келесі тур өз қол өнерін көрсету. Кім қандай өнер қолынан келеді екен, соны көрсетеміз. Бірінші ауыл келіннен бастайықшы. Мына мен өзім осыны тіктім, кенек кішігірім жастығым, өзім мәні оюлап тіктім. Сылдырлатпашы. Керемет, тамаша. Қандай ісмер. Сосын мен кішенеме арнап нымша тіктім. Өз моншақтарын өзім салдым. Ой, керемет. Мына қарашына, енесіне арнап ұзын осындай камзол тігіпті. Кәжігей камзол. Моншақтарын да өзіңіз істедіңіз ба? Моншақтың бәрін өзіңіз салдыңыз. Өзім істедім. Не деген келін бере салған, Құдай. Керемет. Молодец, жарайсыз. Ал енді қаланың келіні, қаланың қызы Аделя келін. Мен орамал алдым, әдейі қымбатын алдым. Ойбай. Соны ала салдыңыз ба? Сізге бәрі ақшамен шешіле салады екен, сіздің тірліктеріңіздің бәрі, иә? Иә. Мен де алам ба деп тұрдым. Сосын мынаны ала салдыңыз ба? Иә, осыны. Осы апаңызға осыны апарып бересіз ба енді енеңізге? Иә. Біраз қымбат заттар тұрсы. Енді соңғы турымыз осымен аяқталды. Енді қорытындылаймыз. Қорытындылағанда жалпы есеп бойынша бізде қанша тур болды, қыздар? 4 тур болды ма? 4 турда 45 балл жинаған ауыл келіні бірінші орын. Маған ше? Сізге енді өкінішке орай бірақ орын бар бізде, бірақ жаңағыдай жолдама біреу ақ. Сондықтан жолдама ауыл келініне кетті. Қаланың келіні сіз осы сияқты, ауыл келіні сияқты көптеген нәрселерді үйренуге тура келеді екен. Сізге қолөнер шебері, қолөнер жағынан болсын, ас пісіру жағынан болсын, кулинария жағынан болсын, сіз енді көбірек жаттығып келесі жарыстарда сізді де жеңіске жетеді деп есептейміз. Ал жеңісіңіз құтты болсын. Ауыл келініне не айтасыз жалпы жұртқа? Мен өз алған Дубайға беретінді енеме беретін боламын. Енем жақсы қыдырып қайтсын. Ой, рахмет. Байжыда, мұнаның бәрін өзің істеп, сонда өзің бармайсың ба? Бере саласың ба не? Ақшамның бәрі құны босқа кетті. Көрдің ба, мен жеңдім. Зато өзің бармайсың ғой. Келесі видеода кездескенше. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздер бізге лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Ой, не жаңалық болып жатыр екен, Инстаграм не еді анау. Соның көрінші құрбыларымда жібермей қойды, күнде жіберіп отыратын еді. Ой, мына бір номер таныс емес номер звондай берді ғой. Машинниктер емес па? Ақшам барын алып қоймасын. Өзде звондап отыр. Алайсаңшы. Алло. Сәлеметсіз ба? Сіз кімсіз өзі, кімсің? Сәлеметсіз ба, апа, мен әкімшіліктен звондап тұрмын. Айта бер. Мынау бізде сайыс болайын деп отыр еді, ауыл және қала келіндері деген. Соған қалада өтетін, біздің Шымкентте өтетін, Абай көшесіндегі 15-ші үйге
келініңізді жібересіз ба сол сайысқа қатыстыруға? Мен не үшін жіберу керек? Ол сайысқа қатысқанда жеңімпаз болса, оған 100 000 теңге және Дубайға путевка беріледі. Ой, жарайды, мен апарам келінді. Мен келінім әлі 2 ай болған жоқ қой келгені. 2 ай болған жоқ қой үйленгеніне. Не істеймін, ол дым білмейді ғой. Қазірден бастап үйрету керек. Ей, келін! Алло. Я кім бұл? Сәлеметсіз бе, апа? Сәлеметсіз бе, апа? Бұл әкімшіліктен ғой. Я? Анау келіндер сайысы болатын еді. Қалалық келіндер сайысы. Соған сіздің келініңізді жібересіз ба? Не үшін жіберуім керек мен? Сол сайысқа қатысып, егер бас жүлде алса, шет елге путевка беріледі. Соған демалып келулеріңізге мүмкіндік бар. Ой, байкөтек. Онда жіберем. Жібересін болдыңыз ба? Я, обязательно жіберем. Ой, байкөтек. Біздің келін 2 ай бұрын келген. Ето оның соңымен болмай жатыр. Сайысқа шақырып жатыр. Міне, құрметті достар, сайысымыз басталуға аз уақыт қалды. Міне, келіндеріміз де дайын. Келіндеріміз келе жатыр екен. Мінекей келіндер келе жатыр. Сәлеметсіз бе? Көп жаса. Ой, айналайын, рахмет, өркенің өссін. Мінекей келіп жайғасып жатыр. Біздің келіндер, ал елін 2 мың өйтіп ұрсы ғой. Сен ұрсы отырсың. Мен бірінші Айпад па, соны ұстап отырсың. Менің киімің бал-жылбан, менің албайский. Мен ағардың жаным мүмкін қайдан білесің? Менің қолымнан бәрі келеді. Менің қолымнан бәрі келеді. Албайский киім орамал, мен сияқты заманауи орамал кимейсің ба? Ал келіндер, құрметті келіндер, енді сіздерге істеріңізге сәттілік тілеп қояйық. Сонымен бірінші турымызды бастаймыз. Аты жөндеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Біріншіден басташы. Менің атым Анель. Мен қаланыкімін. Жақсы. Әділқазы алқасы өзім боламын. Әжелері, яғни ең үлкен әже мен осы жердемін. Әжемін. Бұл екі келіннің де апаларынан үлкенмін. Сондықтан мен бұл жерде Әділқазы боламын. Ал енді келіндер, істеріңізге сәттілік тілейміз. Айда, Әделя келіндер сіздерге. Бірінші тапсырманы ұсынамыз қазір. Ал енді бірінші турымыз басталды. Бірінші турда сәлем салу. Қалай сәлем салады екен келіндеріміз, соны көрейік. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Көп рахмет, Айда. Енді келесі келінім ба? Аделяны көрейік. Қош бете салайыншы. Сәлем. Жарайды, отырыңыздар, бірінші тапсырма бітті. Келесі турға дайын болыңыздар. Енді балдық жүйемен, ондық балдық жүйемен есептеп отырмыз. Енді ондық балдық жүйемен есептегенде ауылдан келген келін 10 бал алды. Менше қанша? Ал қаладан келген Аделя келініміз 5 бал алды, 5. Екінші тур бізде осындай күлшелер берілген нандар, яғни осы нанды жаю, осы нандарды жаю беріліп отыр. Ал енді келіндеріміз іске кірісе беріңіздер. Сәттілік сіздерге. Осы қамырды дұп-домалақ қып, әдемілеп, жыртпай, әдемілеп жасап шығуларыңыз керек. Жөпчі қағылып, яғни осы нандың салмасын жақсылап жасауымыз керек. Яғни біздің ұлттық тағамымыз 5 бармақтың қамырын жайып отыр қазіргі кезде.
Келіндер бешбармақтың қамырын жайы үстінде. Кім қандай қылып әдемі қылып домалақ қылып барады, соны байқай. Жұмысына кірісті біздің келіндер. Енді бұл жерде келіндердің пысықтығы көрінеді, және де енелеріне де байланысты, енелері өзі қандай тәрбие бергеніне байланысты болады. Аналарының және келген жердегі енелерінің тәрбиесін көреміз қыздардан, келіндерден, яғни ол өз анасынан алған тәрбиесін және енесінен алған тәрбиесін қалай ұштастырғанын осы жерден біз байқауға болады. Қазір байқаймыз. Ал енді осы тапсырманың аяқталуына 5 секунд қалды. Ауылдан келген келін топ-томалақ әп-әдемі қылып жайып атқан сияқты. Енді оны ұстап әлі бағасын беретін боламыз. Болды, тоқтатыңыз. Тоқтатамыз, бәріміз тоқтатамыз. Айна қалалық келін тоқтатыңыз. Ал енді осы жерде қамырды түрін, екеуінде түрін түсірбеш қандай. Осы Формалар. Мынау қалалық келіннің жайған қамыры. Жаймасы мына. Ал мынау ауылдан келген. Қазір енді ұстап көретін болам мен. Ұстап көрейік. Мінекей әп-әдемі, жұмсақ әп-әдемі болып шығыпты. Бір келкі әдемі ғана болып шығыпты. Ауылдан келген келін, яғни бұл күнде бешбармаққа қамыр жайып жүрген келін ғой. Келесісін көрейікші, қаладан келген әдемі келіннің қамырын. Ойбай! Мына қаладан келген келіннің қамырын қараңыздар. Не деген қалын пирог пісірейін деп атқан сияқты ғой. Пирогтікі ма, ненікі ма, енді ренжімеңіз, бірақ мынау шамалы болғанда әжептеуір қалың екен. Қалыңдығы көрініп тұр, міне. Сіздерге де көрініп тұр ма? Қалың болып көрініп тұр. Енді бұны біраз әлі жайуға тура келеді. Ал енді осы жерде бағасын бере кетейік. 10 балдық жүйемен ауылдан келген келін 10 бал. Өте керемет, әдемі жайған. Тамаша. Ал енді қаладан келген келініміздің Аделя келіндікі сіз ренжімеңіз, бірақ сізге 5 бал. Яғни бұны әлі жарты жұмысы бар деген сөз. Бітпеген. Базарда адам көпше басым ауып кетті. Ғұжы адам. Не деген адам екен? Со басым ауырды ғой, со маған дәрі әкеп берсе дәрі. Мына шай қайнаған ба, қайнамаған ба, түрі свет ұнамай тұрды маған. Қайнаған. Қандай шайдан демдедің, аты қандай? Новый дәрі алдым сізге. Әпкелейін ба осыны дәрі? Жоқ, онда керегіміз маған. Өзім таблеткімді баяғы анальгинімді әкелді. Ондай дәрі керегіміз маған. Жаңадан шыққан деп қой, жаңадан шыққан керегі жоқ. Міне. Өзім сайыздан келе жатқан өзім, анальгинім аспирин демедір ол. Осылар ғой, осылар. Менің шетінен осы дәрілер осы. Осылар да кен. Мама, қалай отырсыздар, жақсы О, отырсыздар. келін қалдық ба? Тамақты дайып отыр, төлет. Қалайсыз, мам, жақсы отырсыздар. Ой, басым ауырып, базарға барып ем, шаршап, өлейін отырмыз ғой. Бас ауырып кетті ғой, бас. Бүгінге қуырдақ. Сізге таттап келдім сол. Мыналардың бәрі сізге, сіз үшін. Осы шай, Қазақстан, осы шайдан демдеші келін жаным, жаңа шайын жеттік маған, ұнағанда жоқ. Мен сізге чукупай әкелдім, шаймен бірге ішейін деп. Ондай, жақсы. Мыналардың бәрін сізге алып келгенмін ғой. Рахмет. Енді тамағы да дайын болып қалған екен. Мен жаным, қара берсін шықпейін. Тамақ жейіп кел. Келеға салатжан, тамақ жейіп кел. Мен әлі ауызда жүрген жоқпын, қазір көрем ғой. Қандай болатын. Апа, сенің алып
Дәмді ғой дейтін осы мен айтамын, мен бірінші айтамын. Тәптен дәмді. Түк дәмі жоқ қой мына тамақтың ше. Дәмді ғой. Жоқ. Астың күйдірген ба, күйттің дәмі шыға ма, бір бәле ғой. Осы шешең бар ғой, саған не үйреткен? Шайды дұрыстап демдей алмайсың, тамақты дұрыстап жасай алмайсың. Не үйреткен шешең, не үйреткен саған? Ұнамайды ше. Істеген тамақтар. Дәмді ме саған? Иә, дәмді ғой. Дәмді болып тұр ма? Дәмі жоқ. Ұнамайды, дәмді тамақтар. Істеген істеп бәрі ұнамайды. Сиыр сауса бар ғой, ана не алады ғой. Бұзауына. Шайна деп тұра береді ғой, соткыш мына бұзауы шайнап тастайды да. Ол ертесіне жара болады. Жара болғаннан кейін ол сиыр ертесіне сауғызбай кебеді, сосын кеп тұрады шелемізді. Ана сиыр сауғызбай айтыр, сиыр құтырыпты деп. Құтырған дәлелесті жоқ. Сүт тасыды. Әне айттым ғой, бұл тірлігі осы ғой әне. Сүтті тасып отыр, сиыр туралы әңгіме болып сол кезде бірақ тұрды ғой. Тастып отыра берсі ол. Мен бір ше, адам кішкене пысық қыз қарамадың ба? Түк, анамайды маған же. Пысық емес қой, мына келінші бар ғой. Бәрі пысық емес қой. Өткенде сен әперген не ғой, Самат жаным әперген. Осы абайкасын киіп алып, киімді оны сақтай бергенде не істеймін, сандыққа сала бергенде. Осындай киім жаққа отырайық та. Киіп алғым. Тәттеміз өзді өліп жеп жатыр екен де. Сүйді жеп. Тәттеміз осы жеп жатырмыз. Тәттіміз деп ұрып отыр ғой. Бәрін жеп. Бана шкафтарды мамам алдына қойып жүрсің, өзің алдына қойып алыпсың. Бұл сондай ғой. Өзі ана тығылып, жемекші ғой. Өзі спальныйына барып, тығылып түнде. Сол көгеріп, рахаттанып жеп отырмақ. Еті жұмсақ болыпты бірақ. Тамақ. Айжан, сен тамақ жемейсің бе? Не қылады? Жеп. Баяғыда өзіміз ошақтың басында жүргенде елдің бәрі тамақ беріп болып қалғанын сондай жейтін тұғымыз. Тамақтың бәрі осыда аш қалады дейсің бе? Өзің жеп ал, өзің жеп аламын. Жұмысқа кетесің ғой, әбеткен кейін өзің же. Сол елі аш емес ол үйде ғой. Үйде жүр ғой. Барлық тамақ осының қолында ғой. Беріп қойдық қой, қазан ошағына қосып бәрі. Тамақтың бәрі. Не істеп жеймін десе де. Ол жеп алған шығар өзі. Бағана жеп алған болу керек. Өмір ай десеші. Осы мен саған айттым, осы Түркінің қыздарынан алшы дедім, Түркінің қыздарынан амадың. Барып, Қостанай ма, Астана ма, бір жақтан Ақбелдің қызды. Қызы ол. Қызының түрі осы ғой. Айталатын әдейін. Түркінің қыздарын ал дедім, мен айттым, Сәрсенбайдың қызын ал дедім, Есенбайдың қызын ал дедім. Алмадың мына деп мынандай қыздары бөлек жібектеп қоя. Пысық. Отқа да суға да түсіп кете беретін. Отырады осы сиыр төгіп жіберді, үйтті бүйтті деп. Ақша ұшақ. Істей алмай отырады сол. Өткенде мынау неге құранға барғанда мына етегіне май тиіп кетіп еді. Сол май әлі тұр ғой, сен немен жудың? Стеклянныймен жудың ба? Жоқ, қолмен порошокпен. Қолмен жумайсың ба? Дұрыстап. Кетіре тағыз. Осы кірде жуамайтсың осы. Мама, мен онда жұмысқа кетейін. Бара ғой жаным, айным, жолың болсын. Не болды, Айжан? Мамашқа ғой ештеңкені жақтырмайды. Не істесем де жақтырмайды. Енді үлкен кісі ғой. Не болды, Айжан? Мамашқа ғой ештеңкені жақтырмайды. Не істесем де жақтырмайды. Енді үлкен кісі ғой.
Алдап султай берсе. Менде bir ideya бар. Қандай? Актриса сыныптасың бар, соны шақырам. Соны шақырам, сен Түркіне бір аптаға ет. Жарайды. Түркін десең болды ғой. Апам мен жаңа қыз екеуін тастап. Ол қызға осындай киноға, осындай роль керек болып жүр екен. Звондап едім, қуанып кетті. Жарайды. Ал мен комендантқа кетем. Ал Жалғасы жолымыз бар болсын. Videomuz аяқталды. Бізге лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.